Виталий Воронцов өзінің алғашқы практикасын қарындасына жасап бастайды. Отырғызып қойып, гипноздап, сен орманда жүрсің, гүлдерді иіскеп, теріп жүрсің деп, үйдің ішінде тұрғызып, үйден гүлдерді жинатып қояды. Бұл миға әсер ету. Біздер гипнотерапияда миға ота жасаймыз деп айтып жүрміз ғой. Сол сияқты миға әсер ету арқылы біздер көптеген нәрселерді жасай алады екенбіз. Гипнотерапияда 1,5 сағат пен 3 сағаттың арасында гипнотерапия жасап, адамдардың қорқыныш үрейлерінен арылтып, жаман оқиғаларға басқа бір көзқараспен қарап, жақсы бір түсініктерге келіп шығуға болады. Және де нақты бір ауруларыңыздан айыққыларыңыз келсе, қандайды бір қасиеттеріңізді дамытқыңыз келсе, қысқа жарты сағаттық 5 сеанс жасап, қабілеттеріңізді арттырып алсаңыздар да болады. Бұл ғылым жүзінде дәлелденген гипнотерапия деген, бірақ та әлі де зерттеліп жатыр. Біздің Қазақстанда қазір жаңа жақсылап дамып келе жатыр. Бұл өте керемет ғылым, және адамдар көптеген дәрмекке отырып ауруларынан айыға алмай жүрсе, ол жерде гипноздағы сендіру күші арқылы көптеген ауруларыңыздан айығып, қабілеттеріңізді арттырып ала аласыздар.